Қайырлы күн құрметті үйренуші, жағдайыңыз қалай? Менің атым Айбек, фамилиям Шегебаев. Осы онлайн English KZ платформасының негізін салушыларының бірімін. Бұл жерде сіздің келудегі мақсатыңыз ағылшын тілін үйрену екені белгілі. Енді бір қызық дүние айтайын. Көбіне ағылшын тілін үйрену жолында адамдарда бір түрлі мәселелер туындайды. Уақыт жетпейді, немесе методика дұрыс емес, немесе мұғалім ұнамайды деген сияқты. Біздің онлайн English KZ платформасының ерекшелігі, біз барлығын, яғни грамматиканы да, сөйлеуді де және де сөз қорытта бірге алып жүретін боламыз. Ол қалай жүреді? Ол былай. Бірінші бізде грамматика сабақтарын көріп шығасыз. Әр сабақта 2 бөлімнен тұрады. Екінші бөлім ол vocabulary бөлімі. Өйткені көп адамдарды білемін мен, грамматиканы біледі, бірақ сөзді көп жаттамаған. Сондықтан да біз әр сабақ сайын жаңа сөз жаттайтын боламыз. Жаңа сөз жаттау барысында адамдардың негізгі кездесетін проблемасы ол адамдардың ол сөзді білгенімен оны қолдана алмауы. Мысалы, afraid сөзі қорқу деген мағынаны беретін көбіміз білеміз. Бірақ мен сенен қорқамын деп айт десең, айта алмайды. Өйткені afraid сөзі of бен бірге жүретін еді. Яғни I'm afraid of you. Яғни осы нәрсені көп адам білмейді. Дәл сол сияқты күту, wait деген, күту дегенді білеміз. Бірақ мен сені күтіп тұрмын десе, оны да айта алмайды. Дәл сол сияқты көптеген мысалдарды айтуға болады. Сондықтан да сөзді жаттау ғана жеткіліксіз, оны сөйлемде қалай қолдану керектігін де білу керек. Біздің бұл платформада біз сөзді тек қана жаттауды үйретпейміз, және де оны сөйлемде қалай қолдануды да үйретеміз. Және де сізге керемет бонус ретінде біз Peppa Pig мультфильмін беріп отырмыз. Яғни мына Daily English'тен бөлек оң жақ бетінде Peppa Pig'ті көрген боларсыздар. Сол Peppa Pig'ті ашып қарайтын болсаңыздар, мультфильмдер бар. 35 күнге арналған мультфильм. Мен сіздерге бір қызықты айтайын. Көбіне тілді енді үйреніп бастағандардың мәселесі, яғни проблемасы, олар не істейді? Listeningдері нашар болады, тыңдалымдары, және де сөздік қоры төмен болады. Енді бұл мультфильмдерді көру сол олқылықтарды жояды. Яғни сіз мультфильм көру барысында listening дамиды, және де сөзді сол жерде тест күйінде беріп отырамыз. Сол кезде сіз жаңа сөздерді жаттап алып отырасыздар. Енді бір қызық не айта кетейік. Тек қана бұл платформада тек қана мен емес, мен әріптесім Мақсат Дүйсенбаев та бар. Ол кісі Манчестер университетінің түлегі, магистрі, және де IELTS-тен 8,5 алған. Ол кісінің халықаралық TESOL сертификаты да бар. Және де бұл жерде білікті көптеген мамандар жұмылдырылған. Яғни шетелдік маман Мэри Стоби да айтуға болады. Көптеген яғни мамандар жұмылдырылған. Енді қазір сіз бастап, яғни Daily English'те бастап жатырсыз. Қадамыңыз құтты болсын деймін. 30 күн ішінде барлық сабақтарды қалдырмай көріп шыққаннан кейін сізге 2 деңгейде аяқтағаныңыз туралы сертификатты беретін боламыз. Егер кез келген сұрақтар болатын болса, біз WhatsApp-қа сілтеме береміз. Сол WhatsApp-тан кез келген сұрағыңызды қоя аласыз. Сізге осындай онлайн English-тен хат келді. Хат келгеннен кейін ол хатты аштыңыз. Яғни сіздің тіркелгендігіңіз туралы келіп тұр мына жерде хат. Яғни өзіңіздің тіркелгеніңізді несу үшін міне подтверждение жазсаңыз болады, немесе бірден жеке кабинетке өтуге болады. Міне жеке кабинетке өтуге болады. Былайнан бастыңыз. Сөйтіп біздің платформадағы жеке кабинетіңіз ашылды. Бұл жерде сізге 2 сабақ ашылады. Міне көріп тұрсыздар, Daily English пен Movie Time. Енді мына Daily English деген сабаққа кіресіз. Міне сабақтарды байқасаңыздар, күн-күнге бөліп бастағанбыз. Бұл жерде бір ерекшелік, сабақты көру барысында бірінші сабақтан бастайсыз. Мысалы, делік бірінші сабақ ашылды, грамматика бойынша бірінші сабақ ашылды. Сөйтесіз де грамматикаға байланысты сабақтарды көріп болғаннан кейін төменгі жақта тест болады. Егер сіз 70%-лық нәтиже көрсетпесеңіз, келесі сабақ ашылмайды. Сондықтан да 70%-лық нәтиже көрсетуіңіз керек. 70%-лық нәтиже көрсетпегенде қайтадан тапсыруды көрсетеді. Мысалы, делік, қазір 9 сұрақ тұр. 9 сұрақты біз енді әдейі қателесіп көрейік. Сізге бір не болу үшін, келесі сабақтың ашылмайтындығын көрсету үшін. Мысалы, айтайық, бір аз бал жинайық әдейі. Қате жасайық әдейі. Мысалы, міне байқасаңыз не істеді? Тест нәтижесі 3-тен 9 балдан 3 бал алдыңыз. Видеоны қайта қарауды тапсырады. Көрдіңіздер ғой, өйткені сіз 70%-лық нәтижеге жеткен жоқсыз. Енді 70%-лық нәтижеге жетіп көрейік, онда не болатынын көрейік, иә? Ол кезде мындай жағдай болады. Мысалы, айтып көрейік. Мысалы, делік, міне
не істеді, келесі сабақ ашылған туралы хабарлама келді. Яғни егер сізге сабақ қайта қара десе, онда қайта қарауға тура келеді. Түсінікті, иә? Егер сабақтар мына оңай десеңіз, бірден тест тапсырмасын орындауға да болады. Сөйтіп келесі сабақты қарау үшін не дейсіз? Міне келесі сабақты қарау шықты. Сөйтесіз де мына төменде келесі сабақ деген тұр. Міне келесі сабақты ашсаңыз, vocabulary бөлімі шықты. Vocabulary бөлімінде яғни жаңа сөздерді жаттауды үйретеміз. Сөзді қалай оқылуын үйретеміз, және де оны сөйлемде қалай қолдану керектігіне дейін көрсететін боламыз. Яғни күн сайын бір күндікін орындап отырсаңыз болады, немесе бір отырғанда 2-3 сабақты да орындауға рұқсат етіледі. Бірақ қатарымен орындайсыз, бірден ашылмайды. Мысалы, біз бірінші сабақты орындамай, бірден үшінші сабақты орындай алмаймыз. Өйткені неге? Ол стоп урок, яғни не істейді? Сіз ол сабақты аяқтамағаныңыз үшін бұл сабақ ашылмайды. Және де ескерте кететін бір жайт, movie time сабақтары. Movie time сабақтарында біз мультфильмдер көреміз. Міне көріп тұрсыз movie time'да, яғни әр мультфильмді бірінші өзіңіз көріп шығатын боласыз. Міне бізде Мақсат Дүйсенбаев түсіндіреді. Мақсат Дүйсенбаевты алдын айтып өткенмін, IELTS-тан 8,5 алған, Манчестер университетінің түлегі. Қараңыздар, бірінші Peppa Pig'ті бірінші көріп шығасыздар былайнан, сөйтіп ары қарай біз әр сөзін түсіндіріп шығамыз. Мысалы, былай қараңыз. Бұл жерде кез келген нәрсені қоюға болады. Put her to bed, яғни оны төсекке жатқыз, немесе put деп кез келген адамды айтып to bed деуге болады. Мысалы көріп тұрсыз, деген сөз ретінде де біреудің жағдайын сұраған кезде солай айтуға болады. How are you today? Бүгін жағдайың қалай? I'm not very well. Stick your tongue out, please. Тіліңді шығаршы деген stick your tongue out. Көрдіңіз ғой, бұл ағылшын тілін үйренуге өте пайдалы жол. Сондықтан да осы әдісті біз таңдап отырмыз. Көріп отырсыздар, бұны да қайтадан мысалы тесттер, өздерінің тесттері болады. Бұл бірінші listening дамытады, екіншіден сөздік қорды арттыруға өте пайдалы болатынына біз сенімдіміз. Осылайынан сабақтарды орындап шығасыздар. Бізге сабақтарды орындағандарыңыз көрініп тұрады. Біздің платформа ағылшын тілін үйренуде ерекше көмекші боларына сенімдімін. Іске сәт!